Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын көктемде редисканы пісіп атқан уақытысында дәруменге бай редиска салатының рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен осындай редискамызды аламыз. Осы редискамызды жұқалап турап аламыз осылай. Қазір көктемнің кезінде пісіп атқан кезі редискалардың. Осыларды сопақшалап турап аламыз. Осылай турап аламыз, жақсылап. Өз қалауларыңызша турай берсеңіздер де болады. Жақсылап турап алдық редискамызды. Енді қиярымызды турап аламыз. Қиярды да осылай домалақтап турап аламыз. Қиярымызды осылай турап аламыз. Басқалай турай берем десеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Осындай көк пияз алып алдым. Осындай аскөкпенен петрушка алдым. Екеуін тоже майдалап турап аламыз. Мен осындай майда чеснок алып алдым. Өте кішкентай. Қаламасаңыздар, турамасаңыздар да болады. Майдалап турап аламын мен осындай. Осылай қоса саламыз. Мына жерде мен қаймақ алдым. Оған кішкене қара күріш қосып жіберем. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Тұз қостым кішкене. Одан кейін мына жерде лимонның кішкене суын құйып жібердім. Осыны енді жақсылап араластырып аламыз. Кез келген нәрсенің дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. Соны қаймағымызды салып, осын жақсылап араластырып аламыз. Осымыздан жақсылап араластырып аламыз. Дәруменге өте бай. Қазір көктемнің нағыз кезінде жейтін салат. Үйде кез келген тамақпен дәмді дайындап жей берсеңіздер болады.